Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 3-те 4-ші сабақтың Б тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, 722-ші жаттығудан бастайық. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Теңбе-теңдіктерді таңдап алып жазуымыз қажет. Ол жерде жалпы 6 есеп берілген, соның 2 есебін мен мысал ретінде сіздерге көрсетейін. Бұл жерде теңбе-теңдік болып тұр ма, немесе болмай тұр ма, соны таңдап алып, сіздер теңбе-тең жағдайларды алып дәптерлеріңізге жазасыздар. Олай болса, бірінші есеп. 4y азайтылған 8 тең 4 көбейтілген y азайтылған 2. Егер жақшаны ашатын болсақ, мына өрнек шығатын болса, демек теңбе-теңдік болып есептелінеді. 4-ке y көбейтсек 4y шығады, 4-ке минус 2 көбейтсек минус 8. Демек, есепте берілген бірінші есебіміз бізде теңбе-теңдік болып табылады. Сол себепті бұл есепті дәптерге теңбе-теңдік ретінде жазуға болады. Ал енді келесі есепті тексеріп көрейік. Яғни екіншісі. X қосылған. Мына жерде жақшаны ашатын болсақ, 3x азайтылған 4 өзгеріссіз жазылады, өйткені жақшаны таңба плюс. Ал мұнда x-қа 3x қоссақ 4x болады. Сонда теңдіктің мына жағында 4x минус 4 деген өрнек қалды, жақшаны ашатын болсақ. Ал теңдіктің екінші жағында 3x минус 4 деген өрнек бар. Көріп отырсыздар, олар бір-біріне тең емес, өйткені x-тің коэффициенттері әртүрлі. Бос мүшелер бірдей болғанмен. Сол себепті екінші есепте бізде теңбе-теңдік болып табылмайды. Сол себепті екінші есепті біз дәптерге жазбаймыз. Осылайша басқа есептерді тексеріп көріңіздер. Егер теңдік орындалып тұрса, теңбе-теңдік ретінде жазамыз. Егер орындалмай тұрса, оларды қалдырып кетеміз. 723-ші жаттығу. Бұл жерде шақшаларды ашу ережесін пайдаланып, өрнектерді теңбе-тең өрнектер ретінде түрлендіруіміз қажет. Шақшаларды ашу ережесін естеріңіздер. Бірінші шақшаны ашатын болсақ, оның алдында оң таңба болу, яғни плюс таңба жазылмай тұр, бірақ плюс таңба болатын болса, шақшаның ішіндегі өрнектердің таңбалары ауыспайтын. Демек, 3x қосылған y көбейтіліп жазылады. Келесі жақшаның алдында минус таңба болғанына байланысты, жақшаның ішіндегі өрнектердің таңбалары қарама-қарсы таңбаларға ауысады. Демек, x-тің таңбасы минус болады, ал y-тің таңбасы керісінше плюс болады. Мінекей, жақшалар ашу ережесін пайдаланып ашып алдық біз. Енді бұны теңбе-тең өрнекке түрлендіру үшін ұқсас мүшелерін біріктірейік. Яғни 3x азайтылған 2. Бұл жерде 2x қалады. Өйткені мына жерде коэффициент 1 деп есептейміз. 3-тен 1 азайтсақ 2 қалатынын жақсы білесіздер. Ал енді y қосылған 4y. Әрине бұл жерде 5y шығады. Мінекей, жақшалар ашу ережесін пайдаланып ең алдымен жақшаны ашып алдық. Сосын оны теңбе-тең өрнекке түрлендірдік. Осылайша қалған есептерді өздеріңіз шығарасыздар. Ең соңғы мысалымыз, яғни 726-ші жаттығу. Бұл жерде тек қана амалдары орындауымыз қажет. Есеп жеңілдеу үшін аралас бөлшекті жай бөлшекке түрлендіріп алайық. Яғни 2/2-ден 1-ді жай бөлшекке түрлендірсек, 2-ні 2-ге көбейтіп, оған 1-ді қосамыз. Демек, бөлімнің 2-нің өзі жазылады. 2-ні 2-ге бөлсек 4, 1-ді қосатын болсақ 5. Оны сіздер 5-ші сыныптан жақсы білесіздер. Енді 2-ден 5-ті ең алдымен 15-тен 2-ге көбейтеміз. Сосын 2-ден 5-ті көбейтеміз, минус 3/5-тен 6-ға азайтылған, өйткені таңбасы минус болғанына байланысты минусқа айналып кетеді. 2-ден 5 көбейткен. Мына жерде аралас бөлшекті жай бөлшекке аударатын болсақ, 3-ті 6-ға көбейтеміз, 18. Оған 5 қосатын болсақ, онда 23 болады. Яғни 23-тен 6 азайтылған. 2/4-тен 3-ті жай бөлшек ретінде жазайық. 8, 3, 11 болады. Демек, 4-тен 11. Мінекей, біз көбейтудің үлестіру қасиетін пайдаланып жақшаны ашып жазып алдық. Яғни жақшаның сыртындағы өрнекті ішіндегі әрбір мүшелеріне көбейтіп шықтық. Мұнда 5 пен 15 қысқарып кетеді, мұнда 3 қалады. 2 мен 2 қысқарып, тек қана 1 қалады. Мына жерде келесі өрнегімізде бізде қысқаратын сандар жоқ екен. Ал қалған өрнектерді өзгеріссіз жазамыз. Яғни бірінші өрнектің орнында бізде 3-тен 1 қалды. Азайтылған екінші өрнекте мына жерде 5-ті 23-ге көбейтетін болсақ, онда 115 болады. 2-ні 6-ға бөлсек 12 болады. Демек, 12-ден 115. Азайтылған 4-тен 11.
Бұларға ортақ бөлім ретінде 12 береміз. Сонда мына жерде 4-тен, мынаған 3-тен, ал мұнда 1-ден береміз. Енді 4-ті 1-ге бөлсек 4, азайтылған 115. 3-ті 11-ге көбейтетін болсақ, минус 33 болады. 4-тен минус 115 азайтсақ, минус 111 қалады. Минус 111 азайтылған 33, минус 144 береді. Бөлімінде 12 бар. Минус 144 бөлінген 12, минус 12 тең болады. Мінекей бұл есепті шығарушымыз көбейтудің үлестерінің қасиетін пайдаланып шақшаны ашып алдық, және қарапайым арифметикалық амалдарды орындау арқылы есептің жауабын шығардық. Осымен В тобына қарастырған есептеріміз аяқталды. Қалған есептерді осы мысалдарды негізге ала отырып шығарыңыздар.